күшті, мына қандай күшті әнші, мына қандай күшті актер, онда күшті тамақ жасайды, онда күшті сурет салады. Ал енді осы суреттерге, осы видеоларға қызық болса, маған назар аударыңыздар. Біз өз ісімізді табарда өте қатты қиналамыз, иә. Инстаграм, тиктокта отырып, блогерларға неше түрлі өзін әдемі көрсететін, яғни сүйікті ісі бар адамдар. Например, біреулер тоқиды, біреулер брош жасайды, иә. Біреулер қолдан білезік, сақина деген сияқты аксессуарлар жасайды. Яғни олар уже өзінің сүйікті істерін тапты. Сол арқылы ақша жасап отыр, иә. Соларға біз қызығып қараймыз. Неге менің қолымнан түк келмейді деп. Мен де солар сияқты миллион просмотр жинап, иә, мысалға блог жүргізгім келеді, немесе солай ақша тапқым келеді, қолына бір нәрсе келгенін қалаймын деп ойлаймыз ғой. Өз жолымды, миссиямды, яғни сүйікті ісіммен айналысқым келеді деп ойлаймыз, иә. И каждый раз бір істі бастаймыз, келесі іске көшіп кетеміз. Бір істі бастаймыз, шаршап кетеміз, ой, это не мое дейміз, келесіне бастаймыз. Келесіне қызығып кетеміз. Яғни біз видеоларды қарап отырып, біз солар жасап жатқан нәрсеге, яғни басқа блогер, басқа адамдардың жасаған заттарына қызығып кетеміз де, солар сияқты істегіміз келіп кетеді. Үстемізді солар сияқты жасаймын деп барлығын басынан бастап қайтадан бастаймыз. Жаңа істі басынан бастап қайтадан бастаймыз. И жасап келе жатамыз, бірақ кері ешқандай байланыс жоқ. Яғни просмотр жоқ, ақша жоқ, немесе ешкім мақтамайды деген сияқты. И біз аламыз да шашып кетеміз. Мотивациямыз өшіп қалады. Сөйтеміз, кажется, это не мое дейміз да. Тағы да іздестіреміз, тағы да басқа бір нәрсені қараймыз. Сіздер байқадыңыздар ма? Біз бүкіл затты сырттан іздейміз. Өзіміздің сүйікті ісімізді сырттан іздейміз. Яғни сырттағы заттарға қызығу арқылы соларға бар фокусымыз, назарымыз соларда да, и солардың жасап жатқан істерін, солардың қабілеттерін, навыктарын өзімізге жабыстырып алатын сияқтымыз. Яғни біз сырттан іздемейміз, өзімізден іздейміз. Өзімізге назар аударамыз, өзіміз туралы ойлаймыз. Осы уақытқа дейін сіз немен айналыстыңыз, не жасадыңыз, қандай жұмыс жасадыңыз, қандай қабілетіңіз бар. Соның барлығын былай көз алдыңыздан өткізіңізші. Осы уақытқа дейін не істедіңіз, нені сүйіп жасадыңыз, немесе нені сүйіп жасамадыңыз, или же қандай қабілетіңіз бар. Сүйіп жасасаңыз да, сүймей жасасаңыз да, қандай қабілетіңіз бар. Соның барлығын бір көзімізден былай сырып өткіземіз. Мысал ретінде өз басымнан өткен практиканың опытты сіздерге айтқым келіп отыр. Яғни соған қарай сіз өзіңіздің жолыңызды таба аласыз деген үміттемін. Қараңыздар, мысалға мен осы ютубқа келмей тұрып, о баста мен мұғаліммін. Яғни сіздерде де мысалға бір не болуы мүмкін, бір суретшісіз, мүсіншісіз, немесе білмеймін, мұғалімсіз, мен сияқты. Мен ағылшын тілінен мұғалім болдым. 1-2 жыл ғана жұмыс жасадым, одан кейін 10 жылға созылған декретке кетіп қалдым. Сол декреттің ішінде жүріп, мен ең алғаш финикимен айналыса бастадым. Яғни финики хит болып жатқан кездер болды, сол кезде мен де финики жасап бастадым. Финики жасау арқылы мен инстаграммен таныстым. Қараңыздар, мен финикиді жасау арқылы инстаграм әлеуметтік желі екенін түсіне бастадым. Сонымен таныстым, фото-видеоға түсіріп бастадым. Яғни фото-видеоға түсіру қабілетім бар екен, оказывается, соны түсіне бастадым. Видеоға сөйлей бастадым. Өз-өзімді, даже мен өте ұялшақ адам едім, өз-өзімді фотоға түсіріп инстаграмға қоя алмайтын едім. Сол финики арқылы мен соны да қоя бастадым, видеоға сөйлеп бастадым. Яғни бір финикимен айналысамын деп. Мен осы навыктарды, қабілеттерді дамыттым өзімдегі фото-видеоға түсіру деген сияқты. Видеоға, фотоға түсу, өз-өзімді осылай көрсету деген қабілеттерді аша бастадым. Одан кейін біз садик аштық. Садик ашқан екен, түбегейлі сол садикке назар аудару керек болды. Мен финики жайына қалды.
И біз садикте мобилограф керек болды. Мен мобилограф болдым, тәрбиеші, яғни барлығы болдым, но в основном мобилограф болдым. Себебі фото-видеоға сол финикиден қалған қабілетім осы мобилографияда керек болды маған. Фото-видеоға жақсы түсіретін болдым. И жақсы түсіру арқылы мен осы мобилография қабілетімді одан сайын ұштастыра бастадым 1-2 жылда. Ұштастырып, одан кейін қайтадан декретке кетіп қалдым. Сөйтіп, декретке кетіп, уже ойлана бастадым. Мен уже 30-дан астым, 35 жасқа келдім, и менде уже осознанность пайда бола бастады. Мен немен айналысып жатырмын, қолымнан не келеді, мен қайда бара жатырмын, миссиям не деген сияқты уже ойлар келе бастады. Дәл қазіргі сіздер сияқты ойлар. И сол кезде YouTube есіме түсті, потому что YouTube о бастан ойымда бардым. Каналды бір ашам, бір жабам, бір келем, қайта кетем, сөйтіп жүрдім. И осы декретте, последний декретімде YouTubeға полностью кірісейінші деген ой келді. Раз уж онлайн заработок керек, онлайн бір нәрсе істеу керек, мен декретте отырып әйтеуір бір нәрсемен айналысу керек қой. Сөйтіп YouTubeға кірісе бастадым. YouTubeға кіріскенде өте бір мынандай вау деген бір эффект болды. Вау деген эффект, мен YouTube'да бүкіл осыған дейін жинаған қабілеттерімді түбегейлі аштым. Мұғалімдік қасиетімді аштым, яғни түсіндіре алу. Өте көп клиенттер маған жазды, что мен өте жақсы түсіндіре алып жатырмын ба сіздерге де. Яғни мұғалімдік қасиетімді, фото-видеоға түсіру қасиетімді, осылай камераға сөйлеу қасиетімді, адамдармен, клиенттермен, яғни мен тәрбиеші няня болдым ғой, адамдар, ата-аналар клиенттермен сөйлесу қабілетімді де осылай барлығын осы YouTube каналында түбегейлі ашылды. И осы кезде менде, даже мен монетизацияға жеткен жоқпын, а маған уже клиенттер келе бастады, көмектесіңізші, ашып беріңізші деп. Менің өзімнің YouTube каналым монетизацияға жеткен жоқ. Мен уже 5-6 мың, 5-10 мың теңгеге клиенттер алып, видеозвонокпен аккаунт ашып, канал ашып беріп отырдым. Байқадыңыздар ма? Яғни осы уақытқа дейін келген қабілетім вау эффект бергені осы болды, то что менде сразу клиенттер, сразу ақша келе бастады. Яғни одан кейін мен искусственный интеллект шықты, онымен айналыса бастадым. Мен уже түсіндім, что менің қабілетім осы фото, видео, компьютер, программа дегендерге өте жақсы екенмін. Себебі иді мен сразу ұғып алдым. Мен бір көргеннен, бір не істегеннен сразу что к чему екен, логикасын түсініп алдым деген сияқты. Сразу үйреніп алдым, оны да осылай YouTube каналыма сала бастадым, и сразу адамдар келе бастады. Мен уже курсымды 200 мың в общей сложности, яғни курсымды сату арқылы 200 мыңға жуық ақша таптым уже. Яғни, хотя менде қазір YouTube каналда 4-ақ мың подписчик, Инстаграмда вообще 500-ақ подписчик. Но соның өзінде менде уже клиенттер бар. И еще результаттар бар. Екі бірдей менің оқырмандарым, қазір мынау Зеритай деген канал өте қазір, сіздер де білетін шығарсыздар, өте хит канал болып жатыр YouTube каналда, себебі өте оригинально түсіреді автор. Менің оқырманым толығымен менің осы YouTube'дағы видеоларымды қарап, толығымен тегін үйренген. Представляете, сіздерде дәл қазір айтып кетейін, менің YouTube каналыма кіріп, басқа да видеоларды қарап, тегін YouTube каналды и мультик жасауды үйреніп алсаңыздар болады. Немесе менің курсым бар, 9800 теңге, кері байланыспен, шексіз доступпен. Яғни сіздер и тегін үйрене аласыздар, немесе кері байланыс арқылы да курсымды сатып алсаңыздар болады. Ал енді қайтып оралайық. Біз осылай мен сүйікті ісімді, жұмысымды, яғни онлайн заработокымды осылай таптым. Көрдіңіздер ме? Осы уақытқа дейін келген қабілетімді ұштастыру арқылы. Енді сіз де ойланып көріңізші. Сіз қазір немен айналысып жатырсыз? Не істеп жатырсыз? Осы уақытқа дейін не үйрендіңіз, қандай қабілетіңіз бар? Соның барлығын былай ойланып қарасаңыз, уже түсіне бастайсыз. Когда назар полностью өзіңізде, сіз уже өз-өзіңізді түсіне бастайсыз.
оказывается, я вот это могу, оказывается, я вот это могу деген сияқты. Или же сенде андай ой болуы мүмкін: ой, менің ана сурет салуым не кімге керек, мен математика мұғалімімін, бірақ менің видеоларым кімге керек, ол видеоларды түсірсем көп видеолар толып тұр ғой деп қарауымыз мүмкін. Бірақ қараңызшы, мен де осы видеоны түсірерде дәл солай ойладым. Толық мына YouTube каналда неше түрлі подкасттар толып тұр ғой: миссия, самопознание деген неше түрлі видеолар толып тұр. Мен де ойладым, сол видеоларды көрсе болады адамдар, менің видеоны қарап қалған жоқ қой деп. Бірақ видите, сіз аштыңыз осы менің видеомды, значит, сізге мен дұрысырақ түсіндіре алам, чем ана многомиллионный подкасттарға қарағанда, может быть. Сол сияқты сіз де өзіңіздің аудиторияңызды табасыз. Сіз де сіздің тіліңізде, сіздің ойыңызда ойлайтын аудитория табылады. Біз ойламауымыз керек, что кімге керек деп ойламауымыз керек. Мысалы, ана блогерді қараңыздаршы, ол өзі толық болғанын еш жасырмай, сол толықтығымен ақша тауып жатыр. Представляете? Ол даже целый бір компанияның лицосы болды. Ай сайын қаншама миллион ақша тауып жатыр. Байқаттыңыз ба? Ұғып алатын бір нәрсе, осы уақытқа дейін сіз не істедіңіз, соны ары қарай дамыту керек. Яғни түбегейлі басқа бағытқа кетіп қалудың қажеті жоқ. Немесе кетіп қалсаң да, бұрында жасап жатқан әрекеттерін, жасаған жұмыстарыңның қабілетін сол жақта қолдану керек. Түсіндіре алдым ба? Мысалы, сіз мұғалімсіз, бірақ оқушылардан шаршадыңыз, документтерді тексеруден, қағаз, сондай заттардан шаршадыңыз. Немесе азаннан кешке дейін жұмыс, кешке келіп үйге келесің, үйде де бала шаға тағы да шаршайсың, иә? Содан шаршасақ, например, онлайн жұмысқа көшеміз, онлайн үйретеміз, осылай YouTube канал ашып, например. Немесе онлайн курстар, иә? Онлайн сабақтар, онлайн курстар, немесе кітапшалар. Сіздің бір жиған терген біліміңізді андай оңай түрде жеткізу жолдары, например, кітапшалар шығарасыз. Яғни солай осы уақытқа дейін жинаған қабілетіңіздің заманауи түрде басқа бағытта қолдану, өзімізге ыңғайлы ретінде қолдану. Түсіндіре алдым ба? Немесе сіз суретшісіз, иә? Суретші, күшті сурет саласыз, просто сіз күшті сурет саласыз, просто не қабілет деп ойлайсың ғой. Бірақ сіз сурет салу арқылы не то, что біреуге сабақ үйрету, суреттен сабақ беру емес, сіз просто сол сурет салуды видеоға түсіріп, YouTube каналы, ағылшынша YouTube канал, ешқандай сөз, еш нәрсе керек емес, например, ағылшынша YouTube канал ашсаңыз болады. Немесе қазір жасанды интеллекттер шығып жатыр ғой көптеген, сол жасанды интеллект арқылы раскраска ойлап тапсаңыз болады. Например, Instagram, TikTokта өзіңіздің суреттеріңізді, видеоларын саласыз и продаю раскраску дейсің, мысалға. И все. Сіз ана видеоларыңыз миллиондаған просмотр жинайды, и в то же время раскраскаңыз сатылып жататын болады. Түсіндіре алдым ба? Яғни сіз осы уақытқа дейін жасаған жұмысыңыз бар ғой. Бірінші очередь, ең бастысы назарды өзімізге аударамыз, иә? Назарды, фокусты өзімізге қоямыз. Мен осы уақытқа дейін не істедім, не қойдым, қандай қабілетім бар, соның барлығын былай ойластырамыз. Сөйтеміз да қазіргі заманға сай енді сол қабілеттерімді қалай ұштастырсам болады, қалай қазіргі заманға сай үйлестірсем болады, соны ойластырасыз. Түсіндіре алдым ба? И все. Яғни осы сіздің сүйікті ісіңіз, осы сіздің миссияңыз, осы арқылы осылай кете берсеңіз, и бір жерден результат пуф етіп шығады. Түсіндіре алдым ба? Видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Парақшама жазылып, профильге өтсеңіздер болады. Ол жақта YouTube канал ашу, жабу,
обложка жасау, телефон тіркеу, и жасанды интеллекттер, неше түрлі мультиктер жасау, барлығы тегін көрсетілген. Барлығын қарап үйрене берсеңіздер болады, немесе кері байланыспен курсым бар. YouTube плюс и мультик деген, ол жақта и мультиктің түрлі нұсқаларын көрсеткенмін. 9800 теңге, доступ шексіз. Келесі видеода кездескенше.